Да, женщин мало. Внимания больше со стороны мужского населения. Айжан Болшина 2009 жылы қоғамдық көлікке кондуктор болып жұмысқа тұрғанда 6 жылдан кейін Петропавлдағы жалғыз автобус жүргізушісі әйел боламын деп ойламаған. Жұмыс іздеп қиналған кездерін еске ала отырып, қазіргі қызметінің көңіліне жақын екенін қуанышпен айтады. Сөзінше, кондуктор болып жүріп, қоғамдық көліктің рөліне қатты қызығыпты. Выучилась на водителя троллейбуса. Троллейбус жүргізушісіне оқып алып 3 жылдай сонда істедім. Кейін троллейбус паркі жабылып қалып, жұмыссыз қалмас үшін Д категориясын меңгеріп алдым. Мектеп жасындағы ұлын жалғыз өсіріп келе жатқан келіншек жүргізуші болғанына қысылмайды. Өйткені бауыр еті баласын асырау үшін, ел қатарлы білім беру үшін тынымсыз еңбек ету керегін түсінеді. Сондықтан күнін босқа өткізбей нәтижелі болатын істің басын ұстауға тырысады. По маршруту сколько там? Таңғы 6-дан жұмысым кешкі 8-ге дейін жалғасады. Шамамен бағытым бойынша қаланы 10 рет айналып шығуым керек. Жалғыз емеспін ғой, сол үшін де еңбектеніп ақша табу керек. Ол тұрғындардың әйел адам автобус рөлінде отырғанын көріп таңданғанына тек күліп қана қараймын дейді. Бірақ қызметінің жанына жақын екенін де жасырмады. 8 наурыз қарсаңында Айжан Болшинаның еңбегі еленіп, халықаралық әйелдер күні қарсаңында облыс әкімінің алғыс хатына ие болды.